Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен нәзік деп аталатын, өте оңай дайындалатын әрі дәмді салат дайындап көрсететін боламын. Өзімнің нұсқам бойынша сіздерге осы салаттың рецебін ұсынамын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Салатты жасау үшін ең алдымен қайнатылған тауықтың төс етін ұсақ бөлшектерге бөліп, өте ұсақ етіп тураймыз. Содан кейін майонез жағамыз. Содан кейін қайнатылған картоплымызды бүккіштен өткіземіз. Тұз себеміз. Тағы да осылай майонез жағамыз. Сәбізімізді де дәл осылай үккіштен өткіземіз. Тұз себеміз. Тағы да майонез жағамыз. Ең соңында жұмыртқамен әсемдейміз. Оны да осылай үккіштен өткізіп, майонез ештеңкемен жаппаймыз. Осылай үлпілдеп тұруы қажет. Салатымыз дайын. Дайындап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.